Бәріңе сәлем. Бүгін біздің жақсы жаңалығымыз бар. Қазақ фонетикасы ол Изи қазақтың жаңа айдары. Ал біз бұл эпизодта қазақ әліпбиіндегі дауыссыз дыбыстарды түсіндіретін боламыз. Онда бастайық. Б, бал, баба, арап. Аида, мен ауылдың дәмін алып келдім. Мынау тиен сүтінен жасалған балқаймақ. Дәмін татып көрсең болады. Д, домбыра, дода, жандырды. Мен домбыра тартып үйреніп жүрмін. Жыл, жануар, жаңа. Аида су ағызып, қолын жуып жатыр. Йогурт, йод, бай. Ой, бірдеме жейінші. Не бар еді менде? Қазір қарайын. О, йогурт. Заман, жаз, қазақ. Аида өзіне байпақ іздеп жатыр. Аида, бұл байпақ неден жасалған? Бұл киізден жасалған байпақ. Н дыбысын айтқан кезде тілдің ұшын тіс пен қызылиектің арасына тигіземіз. Ал ң дыбысын айтатын кезде тілдің артын таңдайға тигіземіз. Мәселен, тоң және тон. Ал ағылшын тілінен мысал келтіретін болсақ, брифинг, соң, hungry. Нан, нысана, термене. Ана, туды қараш, нән екен. Немене? Нән. Ана, туды айтам. Үлкен деген сөз ба? Я, нән. Мынаудай нан ғой? Жоқ, онда мұнау ту нәп-нәнбай, ал сенің кітабың нән. Ң, өң, тоң. Айсбергтің қазақшасын білесің бе? Қазақшасы бар ма не? Оның қазақшасы бар. Қазақтар оны ңң деп айтатын. Қалай? Мүң? Жоқ, мүң емес, ңң. Ңң. Енді дұрыс айттың. ңң. Ын мен ың дыбыстарын айыру тіпті кейбір қазақтарға да оңай емес. Күрделі тақырыптарды жеңіл түсіну үшін біздің серіктесіміз Айтокиді ұсынамыз. Қайсысы дұрыс онда? Тоң ба, әлде тоң ба? Тоң. Сәлем, Әйгерім. Қалайсың? Сәлем, Динара. Білмеймін, өзің қалайсың? Жақсы. Не істеп жатырсың? Ой, мына ын мен ыңды шатастыра берем. Екеуі бір десет мен үшін. Күрделі тақырып білем. Қалай үйренемін сонда? Саған мұғалім көмектесіп қалар. Мұғалім дейсің ба? Оны іздеу керек, жолы да бар. Менің күшті ұсынысым бар онда. Саған біздің серіктесіміз Айтоки көмектесе алады. Әлемнің кез келген жерінен өзіңе ыңғайлы уақытта онлайн сабақ оқи аласың. Бірінші Айтоки сайтына кіріп, платформаға тіркелесің. Онда өз тілі мен мәдениетін жақсы білетін мұғалімдер бар. Өзіңе керек мұғалімді таңдайсың және сабақ брондайсың. Интерфейсі өте ыңғайлы. Изи қазақтың көрермендеріне арнайы жеңілдігіміз бар. Ол үшін сипаттамадағы сілтеме арқылы Айтоки сайтына тіркеліп, Изи қазақ кодын енгіз. Кем дегенде 10 евро болатын сабағыңды брондасаң, алғашқы сабағыңа 5 евро жеңілдік аласың. Айтоки сілтемесімен жеңілдік коды сипаттамада тұр. Ал іске сәт. Қазақ дауыссыздарының ішінде кейбір дауыссыз дыбыстар кірме сөздерде көп ұшырасады. Себебі олар кірме дыбыстар немесе әріптер болып саналады. Мысалы, В, Ф, Ц, Ч, Х. В. Вагон. Вирус. Автор. Аялдамада автобус күтіп тұрмын. Ф. Ферма. Физика. Телефон.
қафалафайсың фа. Бұл Қайрат Нұртастың әні ме? Жоғи, бұл ф тілі ғой. Әр буынға ф-ны қосып айтып отырасың. Онда жақпасы фа? Ц. Цифр. Ацетон. Деменция. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Бұлар цифрлар. Ч. Чех. Чемпион. Очерк. Алмат, қазақ чемпиондарын қаншалықты жақсы білесің? Білмеймін, көрейік. Онда мына жерде қазақ чемпиондары жайлы квиз бар екен. Соны істеп көрейік. Бірінші сұрақ. Грек-рим күресінен алтын алған тұңғыш қазақ чемпионы кім? Сен оны білуің керек. Әлбетте, тұңғыш чемпион Жақсылық Үшкемпіров. Және бұл дұп-дұрыс. Жіңішкелік белгі, коньки, альбом, мультфильм. Вау, Аида, кітаптарың күшті екен. Өзіңе ұнағанын алсаң болады. Мынау сенің альбомың ба? Иә, менікі. Қарайын ба? Жоқ, қарауға болмайды. Жуандық белгісі, объект, съезд, подъезд. Динара подъезден шықты. Тағы бір ұқсас дыбыстар ғ мен г. Ғ дыбысын айтатын кезде тіліміздің арты көмейге тиеді, сосын қырылдап созылып шығады. Және бұл ғ дыбысы жуан сөздерде кездеседі. Г дыбысы к дыбысына ұқсас, бірақ одан айырмашылығы тілдің ортасы таңдайға тиген кезде біраз ұсталынады. Яғни тез айтылып өтпейді. Мысалы, г егу, ғ ағу. Г газет, газ, гүл. Ал сен соңғы рет қашан газет оқыдың? Ғ ғарыш, ағыз, тағы. Мынау ағаштан жасалған орындық. Л, лас, лала, ләйлә. Лауралар, кларалар, құралайлар. Құралайлар, кларалар, лауралар. М, мен, мүмкін, мерзім. Мақтасым ол мақташы, мақтанышы мақтасы. Мәртебесін марқайтып, мақташыны мақташы. П, аппақ, папка, парапар. Аппақ жапалақтап қар жауады аспаннан. Р, ара, раритет, шара. Алмат шар үрлеп тұр. Сан, сәйкес, сәске. Ол салқын су ішті. Т, ат, тәртіп, табыт. Алмат аязда тоңып тұр. Қ дыбысына Х және К дыбысы өте ұқсас. Х дыбысын айтқан кезде тамақ қырналады. Ал Қ дыбысы тіл артының көмейге тартылуы арқылы жасалады және шұғыл тез айтылады. Мысалы, Х, хор, Қ, қор.
Ал енді к-дан айырмашылығы қандай екендігін айтып өтейік. Қ жуан сөздерде кездесетін дыбыс, ал к жіңішке сөздерде кездесетін дыбыс. Мысалы, қ қой, к күй. К күн, көркем, көмек. Астананың қысы сондай көркем. Қ ақ, қала, ақық. Изи қазақты қонақ қылған арқаға көп рахмет. Х дыбысын айтатын кезде тамақты қырылдан қырап айтамыз, және бұл дыбыс қатаң дыбыс. Мысалы, хабар, хат. Ал келесі осы дыбысқа ұқсас ха деген дыбыс бар. Ол жұмсақ дыбыс, тамақты қырнамай айтамыз. Х, хат, қалық, асхана. Алмат хат алмасып отыр. Ха, гаухар, жауһар, қаһарман. Мен сөз жұмбақ шешіп отыр едім. Хысы бар сөз білесің бе? Гаухар, жауһар, 8 әріптен тұрады. қаһарман. Я, Келе ма? қаһарман. Дәл өзі. Рахмет. У, бау, тау, сау. Айда, сенің аяқ киімің шешіліп қалған секілді. Айда бауын байлап жатыр. Ш, шаш, шам, шешім. Айда шапан таңдап жүр. Ш, ашы, тұшы. Тамақтың дамашы екен, маған су құю керек. Егер де сен қазақ тілін үйренгің келсе, онда Изи қазақтың мембершипіне жазылым ал. Біздің мембершипта арнайы интерактивті жаттығулар бар, және оны кез келген уақытта әр эпизодты көру арқылы тапсыра аласың. Сондай-ақ сөздік бар, транскрипт, сосын субтитрмен және субтитрсіз эпизодтың нұсқалары бар. Қазақ фонетикасы өте күрделі тақырыптардың бірі. Сондықтан біз бұл айдарымызды әлі жалғастырамыз. Бізбен бірге болыңдар. Сау болыңдар.